Бұл елді мекенді ауыл деп айтуға қимайсың. Астанадан 35 шақырым қашықтықта жатқан Ақмол ауылдық округінің келбеті соңғы 10 жылда қатты өзгерген. Құрылғанына 90 жыл толған ауыл 11.950 гектар аумақты алып жатыр. Ақмол ауылдық округіне қарасты 2 ауыл бар. Олар Өтеміс ауылы 115 үй, 620 адам. Ақмол ауылы 1952 үй, 12100 адам. Тұрғындардың үлес салмағы қазақтар 96%, орыстар 2,5%, өзге ұлттар 1,2%. Ауылда халыққа қызмет көрсету орталығы, мәдениет үйі, Қазпочта және аурухана жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар 2017 жылы бой көтерген аналар рухы мешіті халықтың рухани азығалар басты орнына айналған. Атап айтарлығы, Кеңес одағы тұсында қуғын сүргінге ұшырап, зардап шеккендерге арнап салынған 953 түрменің біреуі осы жерде орналасқан. Сотталған 4 миллионға жуық адаммен тарғапаста тағдыры қиылған жандарды еске алып тұру мақсатында 2007 жылы елбасының бастамасымен Алжир мұражай мемориалдық кешен ашылған. Мен осы Ақмола өңірінде 80 жылға тарта жұмыс істеп, өсіп, жұмыс істеп келдім. Осы 80 жылдың ішінде талай өзгеріс болды. Қарлақ тарағаннан кейін осында үлкен ауыл шаруашылық совхозы ашылды. Ол ауыл шаруашылық егінмен мал шаруашылығымен айналысты. 64 мың гектар жер болды, бұл 7 бөлімшесі болды. Өте үлкен шаруашылық болды. Осында тек қана ыңғай барақтар болатын, оларды сырып тастап, қазір мынандай ғимараттар, мынандай 5 этажы көп үйлер, бәрінде қаланың жағдайы, условиясы, бәрі ішінде жағдайымыз сондай тамаша. Ақмолда 340 балаға арналған балабақша бар. Екі тілде тәлім тәрбие беретін мемлекеттік мекеме, түрлі ойын-сауық орталықтардан бөлек бассейн және спорттық құрылғылармен жабдықталған. Аталмыш ауылдағы жарты ғасырдан астам тарихы бар. Номер 5 орта мектепте 1400-ге тарта оқушы білім алуда. Астана қаласына барып келіп жұмыс істейтін тұрғындар үшін арнайы жылытылған аялдамалар салынған. Елді мекендегі әрбір тұрғын үйге ауыз су кіргізіліп, орталықтандырылған жылу жүйесімен қамтылған. 2007 жылы Целиноград ауданының орталығы Ақмол ауылына келіп қоныстанды. Бұл Ақмол ауылының атауы бұрын Малиновка деген болған. 2007 жылы аудан орталығы көшіп келгенде Ақмол деген атын қойды. Елбасының Нұрлы жер бағдарламасы аясында осы Ақмол ауылында 51 көп қабатты тұрғын үй салынады деп жоспарланып отыр. Спорттық сауықтыру кешені салынады, 600 орындық мектеп салынады, 120 орындық мектеп бұл Өтеміс ауылында салынайын деп жатыр. Қазіргі таңда дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша әр саладан жастар келіп жатыр. Ол жастарға мемлекет тарапынан көтерме жәрдемақы беріледі. Қазіргі таңда олар қызмет жасап жатыр біздің ауылымызда. Округте ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнестің даму қарқыны жоғары. Бүгінде 359 жеке кәсіпкер тіркелген. Солардың қатарында Ақмола Феникс акционерлік қоғамы агроөнеркәсіп кешені де бар. 20.457 гектар жерді алып жатқан өнеркәсіп ошағы астық өндірумен айналысады. Сонымен қатар құс өсіру және өңдеумен айналысатын Шаңырақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басқару компаниясында айта кеткен жөн. Себебі Ақмол ауылының 1000-нан аса тұрғыны осы мекемеде еңбек етеді. Ақмола облысы мен Астана қаласын құс етімен қамтамасыз ететін кәсіпорын тұтынушыларға жұмыртқа, шұжық және жартылай дайын өнімдер ұсынады. Ауыл орталығында әр сенбі күні жәрмеңке өтіп тұрады. Мұнда тұрғындардың қолынан шыққан ауыл шаруашылық өнімдері саудаланады. Елбасының отандық өнімді қолдау жобасы аясында өңірдің экономикасы мен өнеркәсібі дамып келеді. Алдағы уақытта ауыл басшылығы мен тұрғындары аудан мәртебесін алуға ниетті. Істеріңіз ілгері болсын.